Сәлем достар, бүгін біз тауық еті мен феттучини пастасын дайындаймыз. Өте оңай дайындалу жолы, әрі өте дәмді ерекше тағамдардың бірі. Соңына дейін бірге көріп, жасап көріңіздер. Алдымен қажетті заттардың барлығын дайындап алдық. Тауық етін 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бізге осындай феттучини пастасы қажет. Және де қажетті заттар бізге қызанақ, сүт, кілегей және пияз және сыр қажет болады. Пиязды уақтап турап аламыз. Және де сарымсақтың 2 тілімін алып уақтап тураймыз. Қызып тұрған табаға азғантай мөлшерде май құйып, алдымен пиязымызды қуырамыз және үстіне тауық етін салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Үстіне тұз, қара бұрыш және паприка салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тауық етімен бірге біз феттучини пастасын дайындаймыз. Ол үшін суды қыздырып, үстіне тұз салып және сұйық майды азғантай мөлшерде құйып, пастамызды салып, араластырып пісіреміз. Тауық еті піскен мезгілде үстіне сүт құямыз және де кілегейді құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сарымсақ пен кілегейдің қосындысы біздің тауық етіне ерекше дәм береді. 15 минуттай қайнайды, одан кейін алып, піскен пастаны үстіне саламыз. Үстіне көк шөпті салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қызанақты турап аламыз да, піскен тағамымыздың үстіне салып, отты өшіреміз, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Дайын болған тағамымызды тарелкеге салып, дайындап аламыз. Дастарханға ұсынбас бұрын сырды үккіштен өткізіп үстіне себеміз. Сыр бізге өте ерекше дәм беретін болады. Мінекей біздің тауық еті феттучини пастасымен деп аталатын тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жеңіл тағам. Кешкі асқада жасап берсеңіздер, үй ішіне өте керемет болады. Ас болсын.